Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда адам ағзасының мүшелерін тазалау жолдарына тоқталатын боламыз. Видеода бұрын-соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Бірінші, ішекті тазалау. Ең қарапайым түрі кебекпен тазалау. Кебекте жасушалар көп мөлшерде болады. Суға араласқан жасушалар бірден бөгіп көлемін ұлғайта бастайды. Осылайша ішекті керіп, ондағы жабысып тұрған қақтар, холестерин, тамақ қалдықтары, ауыр металдардың тұздары, радионуклидтер және басқа да зиянды нәрселердің сыртқа шығуына жақсы себепкер болады. Ол үшін бір ай бойы бір ас қасық кебекті 3 рет, тамақтың алдында 10-15 минут бұрын қабылдап отырыңыз. 1-2 стақан суды артынан міндетті түрде ішкеніңіз дұрыс. Судың орнына минералды сусын немесе сұйық шай ішсеңіз де болады. Кебектің мөлшерін ұлғайтудың қажеті жоқ. Бір күнде 6 қасықтан артпауы керек. Бұндай тазалауды жылына 1 рет жасап тұрсаңыз жеткілікті. Екінші, бауырды тазалау. Бауырдың саулығын қадағалау мақсатында өттің тұрып қалуына жол бермеңіз. Ол үшін бауырдағы өт жолдарыңыз таза болуы қажет. Бұл жолдармен бауырдағы қақтар, токсиндер, басқа да ағзаға қажетсіз ыдырауға түскен заттар жүреді. Бауырды таза ұстауға керек бірден-бір дұрыс нәрсе зәйтүн майы. Зәйтүн майы жақсы өт қуалағыш. Тек таңдау кезінде назар аударатыныңыз этикеткасының болуы, яғни зәйтүннің балдыр күйіндегі алғашқы сығымы болғаны дұрыс. Себебі бұл майдың басқаша әдістермен алынатыны белгілі. Күнделікті аш қарынға 1 ас қасық зәйтүн майын, 1 ас қасық лимон шырын қабылдап тұрыңыз. Бұл қоспаны күнегі қабылдасаңыз, бауырыңыздың саулығына қам жемесеңіз де болады. Кәдімгі тамақ ретінде де пайдасы бар. Іш қату, артық салмақ сияқты мәселелердің бірден-бір шешімі осы әдіс. Үшінші, бүйректі тазалау. Бүйрегімізді тазалауға мүкжидекті немесе ит бүлдіргенді қолданған дұрыс. Мүкжидек нағыз табиғи антибиотик. Сонымен қатар өте күшті зарядағыш. Бүйректі құм мен тас байланудан сақтайды. Несеп жолдарын тазалап, қабыну зардаптарын емдейді. Ағзамызды бактериялар мен ауыр металдардың тұздарынан тазалайды. Ит бүлдіргеннің де пайдасы тура мүкжидектікіндей. 3 килограмм мүкжидек немесе 3 килограмм ит бүлдірген алып, немесе 1,5 килограммнан екеуін араластырып мұздатқышқа салып қойыңыз. Тек үстіп алмасаңыз болды. Күн сайын 1 стақаннан аталмыш жидектен жеп отырсаңыз болғаны. Қышқылдау болса, бал мен қант қосыңыз. Тазалаудың бұл түрін жылына 2 рет жасап отырсаңыз жеткілікті. Төртінші, өкпені тазалау. Өкпені тазалауда шыршаның жас бұтақшаларын қолданады. Қылқан жапырақтылардың күшті дезинфекциялық мүмкіншіліктері белгілі. Бұларда болатын эфир майлары қақырықты жақсы сұйылтады. Сонымен қоса бұл емнің әсерінен бронх пен өкпедегі қақ пен ауру тудыратын заттар жойылады. Шырша бұтақшаларын мамыр, маусым айларында жинау қажет. Жиналған жас бұтақшаларды 1 немесе 2 литрлік банкіге қант араластырып басып тастаңыз. Қақпағын жауып тоңазытқышқа салып қойыңыз. 3 аптадан кейін шырша жасыл түсті шырын бөледі. Сүзіп алып тоңазытқышқа салыңызда күн сайын 1 ас қасықтан 3 рет қабылдаңыз. Жылына 1 рет жасап отырғаныңыз дұрыс. Бесінші, қанды тазалау. Ерекше ұтымды тәсілі сәбіз шырынын ішу. Күніне бұл шырынды жарты кеседен 3 рет ішуге тырысқан жөн. Әрине өзіңіз дайындағаныңыз дұрыс. Қызылша шырыны да жақсы қанды тазалайды. Тек бұл шырынның өңеш пен қолқаны қамап қалып түйілуге немесе қақалуға душар қылатындығын ескеру керек. Сондықтан міндетті түрде сәбіз немесе алма шырынын араластырып ішкен дұрыс. Бұл жөнде 3 бөлік қызылша және 3 бөлік сәбіз шырыны немесе алманы пайдаланасыз. Бұл шырынды жарты кеседен күніне 3 рет ішіңіз. Емделу мерзімі 1 ай, жылына 1 рет. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге
Осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.